Менің атым Полина, мен 12 жастамын, ал мені радиоактивті өрмекші шағып алды. Бәрін басынан бастап айтып берейін. Мен кәдімгі қарапайым отбасында дүниеге келдім. Менде барлығы жақсы болды. Бір күні біз достарымызбен бір заброшкаға барайын деп шештік. Ол жаққа бармай қойғанымыз жақсы болар еді. Ол заброшка ескі совет зертханасы екен. Онда әртүрлі эксперименттер өткізген екен. Басында бізге ол жақта қатты ұнады. Онда ешқандай күзетші жоқ, және де біртүрлі кабинеттер және де түсініксіз заттар болды. Одан кейін біз бір бөлмеде көп өрмекшінің торы болды. Сосын мен бармаймын деп шештім. Бірақ та, өте көп өрмекші болды. Ол жақта қорқынышты болды. Бірақ та менің досым Андрей ол маған сен қорқақсың деп айтты. Сосын мені абыройым ұстап қалды да, мен қорқақ емеспін деп барам деп шештім. Ал одан кейін ол бөлмеде кіргенде өте қорқынышты дауыстар естілді, және де жаман иіс. Сосын мен қорқақ емеспін деп айқайладым. Сол кезде мен сөйтіп айқайлаған кезде мені бірдеңе шағып алды. Мен сол кезде шошып қашып кеттім. Сосын ол бөлмеде үлкен өрмекші болды. Ол тез қашып кетті. Оны дұрыс байқай алмадым. Бірақ ол өте үлкен және де күлгін түсті. Бірақ ауырғаны тез басылды. Содан кейін ол туралы ұмытып та кеттім. Сосын үйге қайтып бара жатқан кезде балдар мені Человек-паук деп атады. Себебі мені паук шағып алғаннан кейін. Ертесі күні мен өрмекшіге айналып кетеді деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, айналып кетпеймін. Менде тек қана мүйіз пайда болады, және де қолымда тікенектер болады. Содан кейін келесі аптада бізде тест болатын, математикадан тест болатын. Содан кейін мен одан 5 алғым келді. Сосын мен күні-түні дайындаламын деп шештім. Сосын түн болған кезде мен дайындалып жатсам, мен еш кофе ішкен жоқпын. Менің энергиям себебі толық болды. Мен барлығын жақсылап орындадым. Сосын таңертең тұрсам, уже таңертең болды. Сосын мен еш ұйықтаған жоқпын түн бойы. Сосын мен күнде солай істеймін деп шештім. Келесі күні де мен еш ұйықтаған жоқпын. Солай сабақ істеп отырдым. Сөйтіп мен 48 сағат еш ұйықтаған да жоқпын. Сосын мен солай бір аптамды өткіздім. Енді мен 100% тестке дайынмын. Сөйтіп менің бірақ та ұйықтамайтыным қатты алаңдатты. Мен бұның немен байланысты екенін түсінбеймін. Сосын әрбір кеш сайын мен ата-анама қайырлы түн деп айтып, өзімнің бөлмеме барып кітап оқимын. Ал міне менің оқиғам осындай. Сіздерге егер де ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылып, комментарияға өз ойларыңызды қалдырыңыздар.